Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай таңғы асқа дайындауға болатын өте дәмді банан панкейктерінің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бананды бірнеше бөлікке бөлеміз. Банан неғұрлым піскен болса, панкейк соншалықты дәмді болып шығады. Оның үстіне бір жұмыртқа қосып, қант қосып, бәрін блендермен араластырамыз. Енді сүт пен ұнды кезек-кезек аз мөлшерден салып, бәрін араластырамыз. Міне осындай консистенция болу керек. Құрғақ қызып тұрған табамызға панкейктарымызды осылай саламыз да, бір жағын 5 минут, екінші жағын 2-3 минут пісіріп аламыз. Мінекей соңында менде осындай банан панкейктері шықты. Әрине сіз өз қалауыңызша әсемдеуге болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Рахмет, ас болсын.